алтыда өйстіп асықпа ұйықтап жатсам біреу кеп қайта кеп тұр деді. Қайта кеп тұр деді. Қазір балам екен деп қазір тұрам десем, қарап қалсам қыздар қайнапам ғой. Жас болды, мына сағат таңғы 6 болды, тұрмайсың ба, чай бермейсің ба маған дейді. Енді қазір барамын ғой деп жатырмын ғой. Жүр бол кетік тұр, мына не айна деген сүртілмеген беті дақты жарайды сүртем деймін. Мына шашылып жатқан төсек, мынау баланың жүрісі, мынау не қарамайсың сен дейді. Айтамда өйстіп өзі жинай берсе болады ғой. Өзі де жүр ғой, таңғы 6-да ерте тұрып алған несі. Өзі де тұр ғой, жинай берсе болады ғой. Қалай ойлайсыздар, осы қайнапамдікі дұрыс па әлде дұрыс емес пе? Борқылдап сөйлеп мына жердің бәрін жинап жатыр, сыпырып жатыр. Өзіміз чай дайындап ішетін болдық. Не деген адамсың сен? Күйеуіңді дұрыстап шығарып саласың ба осы чай беріп? Айтамын, шығарып салдым ғой, содан кішкене жата тұрайын деп көзім ілініп кетті, сөйлеп жатыр, сөйлеп құлағым деген кеуіп кеткен ғой кәдімгідей. Немен ішесіз, сүтпен ішесіз ба, жұмыртқа жейсіз ба деп әйтеуір алдында құр жолғап жүрмін ғой. Мен кетем скоро дейді. Қашан кетеді? 1 ай болды. Осындай қайнапалар бар ма айтыңыздаршы? Не деген адам кетпейтін деймін. Дұрыстап өзіміз не чай да іше алмайтын болдық қой. Бір уақытта саған айт не айтпа не деп өзімен өзі әйтеуір ашуланып сөйлеп кетіп бара жатыр ғой. Сосын артынан қарап қойып, мына шынымен кетіп бара жатыр ма деп. Шынымен кетіп бара жатыр сөйтсем.